Биыл жыл жаңа басталып жатыр. Бізде алдымызда үлкен жарыстар бар. Осы жыл сәттілікпен өтсін деп тілегіміз бар. Бүгінгі ең мықты спортсмендер біздің облысымызды республика деңгейінде көрсетеді. Сондықтан да мықты жігіттерге өзіңізді көрсетіңіздер. Ертеңгі күні біздің облысымыздың атағын алға шығаруға дайын болыңыздар. Жасыбай спорт кешенінде 2 күн бойы аймағымыздың әр ауданынан жиналған жасөспірімдер арасында қазақ күресінен облыстық чемпионат өткізілді. 2004-2005 жылы туылған жас спортшылар Қазақстан Республикасының чемпионатына жолдама алу үшін күресті. Енді бүгінгі күні Павлодар облысының кіші жасөспірімдер арасында чемпионат өтіп жатыр. Осы чемпионатта біз Қазақстан Республикасының чемпионатына балаларды іріктеп жатырмыз. Павлодар облысынан әр салмақта 3 баладан қатысады. Соған іріктеу өткізіп отырмыз бүгінгі күні. Салауатты өмір салтын насихаттай отырып, өскелең ұрпақтың қазақ күресіне деген қызығушылығын арттыру мақсатында өткізілген облыс чемпионатына барлығы 124 спортшы қатысты. Олар 9 салмақ дәрежесі бойынша өзара мықтыны анықтасты. Нәтижесінде 35 келі салмақ дәрежесінде Баянауылдық Жақтай Мақсат, 38 келі салмақ дәрежесінде Павлодарлық Қабен Дастан, 42 келі бойынша Павлодардың намысын қорғаған палуан Әли Айбота, 46 келі салмақ дәрежесінде жерлесіміз Екібастұздық Құбайдолла Нұрдәулет, 50 келі салмақта облыс орталығынан келген Накенов Ислам, 55 келі салмақ дәрежесінде Ақтоғайлық Жұмабеков Ислам, 60 келі бойынша Павлодарлық Қабиболла Айтжан, 66 келі салмақ дәрежесінде Екібастұздық Омар Әділ, 73 келі салмақта Железендік Балтабай Алмаз және 73 келіден жоғары салмақ дәрежесінде Екібастұздық Қайырбек Мәдилер жеңімпаз атанды. Есімі аталған жас палуандар енді Алматы қаласында өтетін республикалық турнирде Павлодар облысының намысын қорғайтын болады. Инара Бенова, Геннадий Дробец, арнайы жаңалықтар үшін.